Ой, рахатай. Тура осы жерден үш саусағымызды қоса отырып, ақырын жасаймыз. Бұлай жылдам жасаудың қажеті жоқ. Сәлем достар, сіздермен бірге қазақстандық Рапунцель Мөлдірбекжан. Бүгін сіздерге басқа жасалатын массажды көрсеткім келеді және оның шаштың өсіруіне әсері туралы айтқым келеді. Жалпы басқа жасалатын массаждың шаштың өсуіне қандай қатысы және қандай пайдасы бар? Алдымен осы сұраққа жауап берейік. Ең біріншіден, басқа массаж жасаған кезде бұл біздің басымыздағы қан айналымды жақсартады. Сонымен қатар бастағы қан оттегіге қанығады. Оған қоса шаштың тамырларын нығайтады, берік етеді және шаштың өсуін жылдамдатады. Сонымен қатар бұл бас ауруды азайтып, көңіл күйді жақсартып, стрестің азаюына әкеледі. Шашқа күтім жасаған кезде оны кешенді түрде жасау керек. Яғни біздің денсаулығымыздың жақсылығы, нормамен ұйықтау, нормамен тамақтану және біздің дене қимылдарын жасауымыз, көңіл күйіміздің жақсылығы, ағзамыздағы витаминнің жеткілікті немесе жеткіліксіздігі, сонымен қатар шашымызды аптасына қанша рет жуамыз, жиі жуамыз ба, аз жуамыз ба, қандай шампундарды пайдаланамыз, шаш күтіміне қандай бальзамдарды немесе маскаларды қолданамыз, осының барлығы алып келіп шаштың саулығына немесе оның керісінше түсуіне, болмаса басқада проблемаларына әсер етеді. Сол себептен шаштың саулығы үшін күтімді кешенді түрде жасау керек. Ал енді ол массажды қалай жасаймыз? Ең біріншіден, тырнақтарымыздың қатты ұзын болмаған үшін өз басым тырнағымды боямаймын және өсірмеймін. Егер маникюрлеріңіз болса, тырнақтарыңыз қатты ұзын болса, онда мына бас терісіне зақым келтіріп алудан абайлаңыздар. Екіншіден, басқа массаж жасаған кезде біздің мына саусақтарымыз, мына қолымыз жылы болғаны жөн. Бұл да өте қарапайым болғанымен, бірақ өте маңызды жайттар. Тағы бір айта кететіні, жалпы басқа жасалатын массаждың түрлері көп. Дәл осы жерде көрсеткім келіп тұрғаны, яғни 5-6 нүкте. Ал ендеше дайын болсаңыздар, массаж жасауға кеттік. Ең бірінші нүкте бұл біздің маңдайымыз болады, яғни мына шашымыздың біткен жерінен бастаймыз. Тура осы жерден үш саусағымызды қоса отырып, бір рет жасаған кезде 20 мен 40 реттің арасында. Мысалы, мен өзім 20 реттен бастайын. Басқа массаж жасаған кезде бұл бізге соншалықты бір рахат сезімін сыйлайтындай болу керек. Ақырын жасаймыз, өте қатты бұлай жылдам жасаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар өте қатты жасаған кезде мынау біздің терімізді де, маңдайымызды да созып жіберуі мүмкін, соған баса мән береміз. Келесі нүктеміз бұл көзіміздің шеттері. Мына қасымыздың біткен жері мен көзіміздің шеті. Бұған да 20 реттен жасаймыз. Келесі нүкте бұл біздің құлағымыздың арты, яғни міне тура мына жер. Құлағымыздың артында мынандай сүйек бар, осы сүйектің міне арт жағын осы жаққа жасаймыз. Келесі нүктеміз, міне мына жерде сүйек бар, осы сүйектің төменгі жағын. Онан кейінгі нүкте біз жаңа ғана мына жердегі сүйекке жасадық, сүйектің сәл астыңғы жағына. Онан кейін мына соның үстіңгі жағындағы мына кеңістікке жасаймыз. Бұны осылай бір қолыңызбен жасасаңыз да, немесе екі қолыңызбен жасасаңыз да болады. Келесі нүкте біздің дәл төбеміз. Ең соңғы нүкте міне біздің тура маңдайымыздың ортасы. Бұл массаж жасағанда 20 реттен артығырақ 30 немесе 40 ретке дейін болады. Осы массажды жасап болғаннан кейін көзіңізді жұмып 1 минут бойы
тыныш демалып, еш нәрсе ойламастан бақылап көріңіз. Ой, рахат-ай, басыңызға қанның жүгіріп, қан құйылғандай, миыңыз демалғандай, сондай бір жүйкенің тынышталғанын сезесіз. Осы массажды бір-ақ рет жасап көріңізші, кәдімгідей массажға ғашық боласыз. Сонымен қатар басқа массаждың пайдасы өте көп. Ол біздің бет теріміздің өзінің жастығын сақтауына, әжімдердің азаюына көмектеседі. Сонымен қатар кейбір кездері осы басқа массаж жасаған кезде құлағыңыздың шыңылдағанын да байқауыңыз мүмкін. Оған ешқандай алаңдамаңыз. Күнделікті қай кезде жасаймыз? Әсіресе түнде жатар кезінде, ұйықтар алдында жасасаңыздар, немесе жалпы қолыңыз бос кезде осы массажды жасап жүрсеңіз, жүйкеңіздің тынышталуына алып келеді. Менің әкем мен мамам осыны бір-ақ рет жасаған кезде, түнде жатарда жасады. Сол кезде жалпы әкемнің жасы 60-тан асқан кісі, ол кісі маған айтты, күнде ұйықтай алмаушы едім. Осы массажды жасағаннан кейін ұйқым сондай тыныш, жақсы болды деді. Сол себепті жасап көріңіздер. Ал енді достар, менің осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және менің каналыма жазылып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер.